Annyeonghaseyo, 여러분. Достар, сәлем. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жай дауыстылар тақырыбын аяқтайтын боламыз. Алдыңғы сабақта біз жай дауыстылардың 5-еуін өткен болатынбыз. Бұл сабақта қалған 5-еуін өтеміз де жай дауыстыларды тамамдап, аяқтап жаттаймыз. Ең алдымен сіздерге айтқым келетіні, жарайсыздар. Сіздер өте жақсы жұмыс жасап жатырсыздар. Осы сабаққа дейін сіздер дауыссыздарды да жазып, жаттап, үйреніп қойғандарыңызға мен сенімдімін. Және ары қарай әріптерді алфавитті соңына дейін жаттап, бітіру бізге өте оңай болады. Тағы да қайталап өтейік, жай дауыстылар, естеріңізге сала кетейін, корей алфавитінде 10 жай дауысты бар. Олар А, О, О, У, Ы, И, Я, Йо, Йо, Ю. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, әр әріптің астына қазақша интерпретациясын, қазақша жазуын жазып қойдым. Және бұл әріптердің жазуын жаттау сіздерге өте оңай соғады. 5 минут, тіпті 4 минуттың ішінде сіздер жазуын оңай-ақ тез-ақ жаттап аласыздар деген үміттемін. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз қалған 5 жай дауысын өтеміз. Назар аударайық, бірінші тұрған тік таяқшаға ұқсайды, жай ғана тік таяқша. И, Я, таяқшаның белінде 2 сызығы бар оң жағында. Йо, сызық сол жағында. Мына Я әрпіне қарама-қарсы Я әрпін керісінше аударып қойған сияқты көрінеді, жаттау өте оңай. Содан кейін Йо және Ю. Йо мен Ю орындарын ауыстырып, керісінше бір-біріне қарама-қарсы қойып қойған сияқты. Олай болса, кеттік достар, дауыстыларды жаттаймыз. Ең бірінші жалғастыратын дауыстымыз И әрпі. Жай ғана И. Бір ғана сызықшаның көмегімен жасады. Жоғарыдан төмен қарай, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, жоғарыдан төмен бір сызықты жасайсыздар. И. Ирым. Ирым деген сөзіміз корей тіліне аударғанда есім дегенді білдіреді. Яғни сол сөзді қолданған кезде жазылатын әріп И әрпі. Келесі Я. Я әрпі. Жоғарыдан төмен қарай сызық, оңға қарай 2 сызық, бірінің астында бірі тұр. Жаңағы И әрпіне, И әрпінің беліне 2 сызықты қосып қойды. Я. Келесі әрпіміз Йо. Йо. Жаңа байқағандарыңыздай, Йоның 2-еуі тұрды, бұл 2-еуін қалай шатастырып алмауға болады. Мынау бірінші көріп тұрған Йо әріптеріңіз Яға керісінше Я әрпін керісінше теріс қаратып қойған сияқты, жоғарыдан төмен бір сызық және беліндегі 2 сызықтары ортасында тұр. Бұл әріпті, мысалы, Я әріпін қазақ тілінде айтқан кезде И және А деген 2 әріптің қосылуымен айтылады, дұрыс па? Ия, Ия деп. Мұнда Йо әріпі И дауыссыз, И және О 2-еуін қосып айтқан кездегі шығатын дыбыс. Йо. Йо. Түсіндік қой, яғни айтылуы келесі Йодан басқаша. И және О әріптерін қосқан кездегі шығатын дыбыс. Йо. Ал мынау келесі Йо әрпі, бұл Йо деп қосмайды, жай ғана Йо. Йо деп айтыла салады. Жай ғана Йо әрпі. Ал алдыңғымыз Йо, Йо болып жуан айтылатын болса, мынау жіңішкеріп Йо. Жіңішке Йо болып айтылады. Және соңғы өтетін дыбысымыз, мынау Йоға қарама-қарсы төңкеріліп жазылған дыбыс Ю. Ю. Горизонталды тұрған сызық, корей тілінде барлық жазбалар солдан оңға қарай және жоғарыдан төмен қарай жазылады. Есте сақтап ұмытпаймыз. Ю әріпінде ортасында бір сызық және төмен қарай 2 вертикалды сызық арқылы жасалады. Жарайсыздар достар, олай болса, бүгінгі өткен әріптерімізді бастан аяқ қайталап шығайық. Экранға назар аударыңыздар. Кеттік, менімен бірге жаттығып айтамыз. И,
я, я, 여, 여, 요, 요, ю, ю. Бәрекелді достар, жарайсыздар. Ал енді достар, осы әріптерден құрастырылған әріптерден басталатын сөздерді айтып үйренеміз. Кестеге суретке назар аударайық. Бірінші сурет я, ягу, бейсбол дегенді білдіреді. Яғни я әрпінен басталатын сөз. Йо, йоу, түлкі. Йо, йогурты, йогурт. Ю, ютион, балабақша. Ибул, жамылғы, көрпе. Мұнда көріп тұрсаңыздар, әр дауысты дыбыстың алдында дөңгелек иң әрпі жазылған. Ол не дегенді білдіреді? Яғни кез келген дауысты жалғыз өзі жазылып тұра алмайды корей әліпбиінде. Міндетті түрде алдына осы яғни әрпін жазып қалдыру керек. Оны келесі сабақтарда жөндеп түсіндіретін боламын. Яғни бұл әрпін дауысыны белгілеу үшін нақтылап, жалғыз өзі тұрмау үшін нақтылап, қасына міндетті түрде, яғни нөл белгісі деп қабылдасаңыздар да болады. Олай болса, достар, бүгінге 5-ақ бар болғаны 5-ақ жай дауысына айтып болдық. Өте оңай жазып, мұнда жазуға арналған кесте бар. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай, алдағы сабақта өткен 5 дауыстыға осы 5 дауыстыны қосып, барлығы 10 дауыстыларды жазып, менімен бірге жазып жаттығасыздар. Содан кейін мына сөздерді оқып, қайталап жаттайсыздар. Мен сіздердің өздеріңізше, өз беттеріңізше барлығын жазып, жаттығады дегендеріңізге нық сенемін. Жарайсыздар достар, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта жүздескенше. Аньон, және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Кудокқа, 좋아요, 알림 설정.